НЛП ақша техникасы бірінші келесі сұраққа жауап беріп кетіңіз. Көп ойланбаймыз, логикаға берілмейміз, жылдам жауап береміз. Қазір көзіңізді жұмыңыз. Сіз бөтен танымайтын қаладасыз және өзіңізге комфортты түрде қорықпайтын қандай сумманы өзіңізбен алып жүре аласыз. Ол сіздің карточкаңыздағы ақша емес, ол сіздің каспиіңіздегі ақша емес, ол сіздің сумкаңыздағы, қалтаңыздағы ақша. Ол қанша сумма? Енді ол сіздің орташа бір айда табатын табысыңыздан төмен бе? Егер төмен болатын болса, онда сіз ақша ол жаман, ақша адамды құртады деген сияқты әртүрлі бейсаналы мида установкаларыңыз бар. Ал егер ол ақша сіздің бір айлық табысыңыздан жоғары болатын болса, онда сіз бейсаналы түрде көп ақша табуға дайынсыз. Енді менің ақшам дегенде ақшаның қандай сізге образы келді? Жақсы образ ба, жаман образ ба? Кошелектағы ақша, сейфтегі көп ақша деген сияқты. Немесе жыртық бір кошелек, аз ақша, жыртылған ақша түрінде келді ме? Сол ақшаңыздың образы жаман болса, оны миыңызда бірден өзгертіңіз. Ақша бізге армандарымызға келеді. Керісінше ақшаны жинаймын, осы бизнесімді ашамын, осы арманыма барамын деген болмайды. Ал НЛП техникасын келесі постымда бөлісетін боламын.